Самурай – ол катанамен қаруланған рухы мықты жауынгер. Үстіне көненің ұлттық сауытын жамылған. Олар бусидо самурай әдеп кодексін ұстана отырып, өздерінің қожайындарының айтқанын бұлжытпай орындайды және өлімнен қорықпайды. Самурайлар бүкіл әлемге танымал. Бірақ осы атышулы самурайлар расымен де Жапонияның ең мықты әскері болды ма? Осы видеода феодалды Жапониядағы самурайлар жайлы деректер мен мифтерді талқылайтын боламыз және олардың тарихымен танысамыз. Ассалаумағалейкум құрметті көрермен, Шакамуроның арнасына қош келдің. Сіздер үшін мен ғаламтордың түкпір-түкпірін ақтарып, қызықты ақпарат іздеп, таңғаларлық видео жасаудан жалықпаймын. Есесіне көрермендерімнің қолдауын күтемін. Егер сіз арнаға жазылып лүпіл бассаңыз, менің ынтамды одан әрі жоғарылатасыз. Менімен бірге болғандарыңыз үшін үлкен рахмет. Көпшіліктің ойынша самурай мінсіз жауынгерлер. Оған қоса олар философ және жазушы. Өзінің мырзасы үшін кез келген уақытта өлуге дайын. Бұның бәрі жазушылар, режиссерлар мен суретшілердің асыра сілтеп жеткізген деректері. Нағыз жапондық самурайлар қандай болған? Самурай деп аталатын адамдар алғашында жауынгер болмағанын сөзге қоса кеткен жөн. Ол кезде жапондық әскер тек шаруа адамдардан құралған. Осы әскерді басқаратын аристократтар болды. Олар соғысқа қатыспаған және жандарында самурай деп аталатын қызметшілері болған. Әдетте олардың міндеттері шаруа қожалықтарындағы қара жұмыс және әртүрлі мейрамдарда өздерінің қожаларының жанында жол серік немесе күзетші қызметін атқарды. Соған қарамастан 9 ғасырда Жапонияда әскери дайындық дами түсті. Әсіресе бұл өзгеріс мемлекеттің солтүстігіндегі Хансю аралында жақсы белең алды. Міне осы әскери дайындыққа қатысушылардың көп бөлігі самурайлар болды. Уақыт өте олар қарапайым шаруалардан нағыз сарбаздарға айналды. Алғаш рет олар өздерін мықты әскер ретінде 12 ғасырда Минамото кланы мен Тайра кланының арасындағы қақтығыста көрсетті. Осыдан кейін қырылыс қай жерде болса, самурайлар сол жерде жүрді. Алғашында самурайлардың қарапайым сарбаздардан ерекшелігі болмады. Кез келген адам самурай бола алатын еді. Тіпті күректен басқа құрал көрмеген шаруада. 15 ғасырда осындай жолдан қосылған қарапайым адамдарды асигару деп атаған. Мағынасы жел аяқ. Олар бамбуктан жасалған найзамен қаруланды. Әдетте саптың алдыңғы қатарында тұрып, бірінші болып өліп кететін. Сондықтан да өмірлері мен қызметтері тым қысқа болған. Ал егер аман қалса, самурайлар қатарына енетін болды. Тіпті осындай шаруаның бір баласы асигарудан бастап мемлекеттік билеушіге дейін жеткен. Есімі Тайтоми Хидайоши. Осы адам самурайларды жоғарғы санаттағы әскер қатарына көтерген. Оның бұйрығымен 16 ғасырдың соңында самурай тек ұрпақтан ұрпаққа берілетін дәреже болды. Оған қоса самурайлардан басқаларға қару ұстауға тыйым салынды. Осы заңды бұзған адам өлім жазасына кесілді. Одан кейінгі билеуші Токугава самурайды әскердің ең жоғарғы санатына қойды және оларға көптеген жеңілдіктер берілді. Мысалға олар салықтан босатылды және сот алдында жауапқа тартылмады. Осы кезеңде бөлінген Жапония біріге бастады. Мемлекет ішіндегі барлық соғыстар тоқтатылды. Сондықтан самурайлар ешкіммен шайқаса алмады. Осындай бейбітшілікте 20 жыл өмір сүрген самурайлардың дайындығы мүлдем нашарлап кетті. Табылған бір құжаттарда Жапониядағы аудан басшыларының шағымдары жазылған. Олардың айтуынша самурайлар қолдарына қару ұстай алмайды. Соғыс өнерін мүлдем білмейді. Оған қоса тәртіп деген сөзді естімеген. Міне осы кезде самурайлардың абыройы толыққанды төгілмес үшін самурайлар тәртіп кодексі бусидо қабылданды. Деректер: қалқан мен қару. Самурайларды ерекшелеп тұратын олардың керемет әрленген қалқаны болып саналады. Европалық рыцарлардың қалқанына қарағанда самурайлардың қалқаны жылдам қозғалуға арналған. Жақсы қалқан төзімді әрі шайқаста жылдам қозғалу үшін икемді болу қажет. Сондықтан ол теріден немесе жеңіл темірден жасалған бөлшектерден тұрды. Қолдары да жарақат алудан қорғалған. Қалқанның ең ерекше бөлігі бұл дулыға, кабуто. Дулыға темірден жасалған. Әрбір бөлшегі жалғанып ажыратылады. Мойны мен маңдайы да қорғалған. Кейбір дулығаларда менгу деп аталатын шайтанның бейнесі бейнеленген бетперде болған. Бір жағынан бетті қорғаса, бір жағынан қарсыласты қорқытқан. Самурайлар әртүрлі қару қолданады. Бірінші кезекте текуто деген қару. Тік қылыштың жіңішке түрі. Кейіннен ол орта ғасырлық рыцарлармен қолданылды. Қылыш жасау өнері дамығаннан кейін самурайлар майысқан қылыш түрлеріне ауысты. Катана. Бұл қылыш әлемдегі ең танымал қылышқа жатады. Бусидо кодексі бойынша самурайдың жаны қылышында сақталған.
Сондықтан катана ең маңызды қару қатарында болды. Көптеген адамдар катана самурайдың жалғыз қаруы болған деген мифқа сенеді. Расында олай емес. Әдетте катана вакидзасимен бірге қолданылды. Катананың қысқа түрі. Тағы бір қарулары юми немесе садақ. Бірақ 19 ғасырда самурайлар садақтан ыстық қару мен зембірекке ауысты. Соның ішінде танегасима көп қолданылды. Эда заманындағы ең танымал қару. Көптеген адамдар самурайлар өте сирек кездесетін арнайы әскери жасақ деп ойлайды. Расында кез келген адам самурай бола алмаса да, олардың саны көп болған. Өзінің шарықтау кезеңінде Жапонияның 10% тұрғындары самурай еді. Сондықтан қазіргі жапондықтардың көп бөлігінде самурай қаны бар. Әйел самурайлар. Самурай сөзі әдетте тек ер адамға қолданылады. Бірақ бусидо бойынша олар шайқас өнеріне әйелдерді де үйрете алған. Осындай шыныққан әйелдер онна бугейса деп аталды. Олар еркектермен қатар соғыстарға қатысқан. Олардың қаруы нагината. Адам бойынан ұзын найза, ұшында майысқан қылыш. Басқа қаруларға қарағанда өте жеңіл. Көнеден қалған құжаттарға сүйенсек, осындай әйел сарбаздар аз болған. Әдетте жапондық әйелдер үй шаруасымен айналысты. Бірақ соңғы зерттеулерге қарасақ, әйелдер тарих беттерінде жазылған көптеген соғыстарға қатысқан. Мифтер. Самурайлар тек жоғарғы санаттағы адамдар болған. Расында самурайлардың көп бөлігі кедей. Әрбір самурайдың өз мырзасы болған, және олар қарапайым адамдардан артық тұрмаған. Әрине, арасында байлыққа жете алғандары да бар. Соған қарамастан самурай өзінің мырзасының қызметкері. Оған қоса самурай өзінің отбасын бағу үшін қарапайым халықпен бірге шаруашылықпен де айналысқан. Ал соғыс басталғанда самурайлар әскер басы болмай қарапайым сарбаздар қатарында шайқасқан. Самурай кез келген уақытта өз мырзасы үшін өлуге дайын. Бұл да миф. Соңғы самурай атты фильм самурайды қожасына адал қызметкер ретінде көрсетеді. Расында соғыс барысында самурайлар бір қожадан екінші қожаға ауысып, жан-жақта соғысып жүрген. Қақтығыстар барысында өзінің мырзасы жақпай қалса, оны сатып, басқа қожаның қызметкері болып кететін. Ол кезде намыс пен харакири деген нәрсе болмаған. 17 ғасырға дейін бусидо қабылданбай жатып, егесін сатып кету қарапайым көрініс еді. Бірақ қызмет кезінде өз қожасының бұйрықтарын бұлжытпай орындауға тиісті. Өзіңді өлтір деген бұйрық түссе, орындауға міндетті. Қызықты дерек. Ронин деп өзінің сюзеренінен айырылған самурайды атаған. Кез келген себеппен қожасы өлсе, оның өліміне самурай кінәлі деп есептелінген. Сондықтан Рониндерді ешкім сыйламаған. Самурай өте әділ, әрі қамқор жауынгер. Бұл миф. Басқа да орта ғасырлық сарбаздар секілді, самурайларда білімдері саяз адамдар болған. Иә, олардың шайқаста ұстанатын намыс кодексі бар. Бірақ олар өздерінен төмен санатта орналасқан адамдарға өте нашар мінез көрсеткен. Самурай қиындықсыз алдап, ұрып, сорлап кете алған. Бастысы қожайынына зияны келмесе болды. Егер самурайды төмен санаттағы адам аттаса, оны заңды түрде сол жерде өлтіруге құқығы бар. Егер боқтық сөздерді естіп, ол адамды кешірсе, самурай әлсіз деп саналған. Тоқ етерін айтқанда, самурайлар кино мен кітаптарда сипатталғандай қамқор, әділетті әрі намысшыл адам болмаған. Сондықтан самурайларды орта ғасырлық рыцарьлармен салыстырсақ болады. Олар қарапайым сарбаздар. Тек көркем фильмдердің арқасында қазіргі таңда өте атақты болып отыр. Осымен самурайлар жайлы өте қызықты деректер мен мифтер соңына жетті. Егер сізге осы видео ұнаған болса және осы тектес деректермен танысқыңыз келсе, міндетті түрде арнаға жазылып, лүпіл басып қоңыраушаны қосып қойыңыз. Сіздермен бірге болған Шакамуро. Келесі қызықты бейне жазбада кездескенше, қош сау болыңыздар.